Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік, ресторандағыдан кем түспейтін ностальгия салатын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен тауықтың төсетін маринадтайтын боламыз. Тұз, паприка, бұрыш салып 30 минутқа қойып қоятын боламыз. 30 минут өткен соң алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қойып 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне бізде тауығымыз дайын болды. Ендігі кезекте брокколимізді пышақтың көмегімен видеодағыдай кесіп аламыз. Алдын ала қайнап тұрған суымызға шым-шым тұз татымына қарай лимон суын қосып, брокколимізді 5-6 минут пісіріп алатын боламыз. Енді алдын ала пісіріп алған бөдене жұмыртқасын екіге бөлеміз. Бөдене жұмыртқасы болмаса, басқа жұмыртқаны қолдануға болады. Енді тарелкамызға осылай жұмыртқаларымызды қойып оформлять етеміз. Енді черри қызанағын екіге бөлеміз. Видеодағыдай көрсеткендей етіп қойып шығатын боламыз. Алдын ала пісіріп алған тауықтың төсетін толықтай суытып, пышақтың көмегімен ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Алдын ала пісіріп алған брокколиді толықтай суытып, тарелкамызге қоямыз. Енді соус әзірлейтін боламыз. Алдын ала қызып тұрған сковородкамызға қаймағымыз саламыз. Творожный сырымыз салып, бір ертіп аламыз да толықтай суытамыз. Енді бізге оформленияға осындай фиолетовый пияз керек. Осынша жұқа етіп кесіп шығамыз. Енді алдын ала дайындалып қойған соусымызды толықтай суытып, салатымыздың бетіне осылай құйып шығатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.
Осы видеоға қатысты комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенті каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.